Ал енді бұл аяқ киіммен намаз оқу мәселесіне келетін болсақ, негізі 4 мазхаб бойынша да аяқ киімді шешіп намаз оқыған ең абзал деп айтқан. Түсінікті ме? Ал енді кейбір жағдайлар болады, аяқ киіммен намаз оқу керек болады. Мысалға, мешітке сыймай қалдыңыз, далада күн суық. Я болмаса мына күздің күнінің өзінде адамның астынан сыз өтіп кететіндей жағдай болатын болса, аяқ киімнің таза болуы жеткілікті. Сонымен оқи береді. Дәрет алған адам аяқ киіммен тұрып намазын оқи берсе, ол ештеңе етпейді. Тіпті хадис шарифтерде яхудилер аяқ киімдерін шешіп намаз оқиды деген. Өйткені оларға бұйрық, Мұса пайғамбарға аяқ киімін шеш деген бұйрық келген ғой. Соның үшін олар барлығы аяқ киімдерін шешіп оқиды деген. Ал сендер аяқ киіммен оқыңдар дегенде хадис бар. Демек, күн салқын болып тұрған уақытта аяқ киім шешетіндей мүмкіндік болмаса, я болмаса жай намаз кішігірім болып, адам бас жағына қарай төсеп қойды сәжде жасайтын жеріне, бірақ аяғында аяқ киіммен тұрып тұра берсе, ол ештеңе етпейді. Көп мешіттерге барсаңыз көресіз, күн суық уақытта адамдар аяқ киімдерін шешіп, нәскимен жаурап сол жай намаздың үстінде тұрғанын көресіз. Бұл дұрыс емес. Аяқ киіммен тұра берсін, күтсін, оқса аяқ киіммен оқи берсін. Бұл болады ештеңе. Тіпті мына нәрсені мен айта кеткім келеді. Жақшаның ішінде дейік бұны. Егер бір адам таңертең дәрет алып аяқ киімін киген болса, және бұл жаңада етік болатын болса, сол етікті шешпей жүре беретін болса, кешке дейін жұмыста, ол адам сол аяқ киімнің үстіне майсық тартып оқи береді негізі. Бұл мәсінің үкіміне кіріп кетеді. Тобықты жауып тұрса болды тек қана. Түсінікті ме? Соның үшін жаңағы аяқ киім ретінде де әрі мәсі ретінде де үкіміне жүре береді. Бұлай да намаз оқи беруге болады.